жасөспірімдердің жанын алатын есірткі туралы тіл қатайық. Мамандар мынадай мәлімет айтты. Естсең есің екеу, түсің төртеу болады. Мына бала нашақор болып кеткен сияқты өзі деген күдікпен арнайы орталыққа жеткізілген жасөспірімдердің 30%-ның қанынан есірткі табылады екен. Жасөспірім ұлдардың 50%, қыздардың 18%-ы өмірінде бір рет болсын есірткінің дәмін татқан. Соңғы мәлімет, нашақорлық 12 жастан басталады қазір. Есірткінің арты ессіздікке апарып, ақырында ана дүниеден бірақ шығаратынын біз айтпай-ақ білесіздер. Аса құрметті көрермен, енді үйдегі ерке тотайдың тентектердің торына түскенін қалай анықтауға болады деген сұрақ тұр көңілде. Білем. Ендеше біз айтайық, есте сақтаңыздар. Алдымен есірткіге есі кеткен ұл мен қыз ауа райына қарамастан үнемі ұзын жеңді киім киеді. Білегінде ісіктер пайда болады. Шашы қурап кетеді, түрі қуарып, терісінің түсі сұрғылт тартады. Ол олма. Жасөспірім ешқандай алкоголь ішпесе де сөйлеген сөздері түсініксіз болып, тілі күрмеле бастайды. Және ата-анасымен араласуды азайтады. Артынша үйдегі құнды бұйымдар жоғалады. Оны былай-ақ білесіздер. Құрметті көрермен, балаңызбен бір дастарханда тамақ ішуді, бірге отырып отбасылық отырыс жасауды жиілетіңіз. Сол кезде жасөспірімге көбірек сөйлеуге мүмкіндік беріңіз. Егер оның аузынан мынадай сөздер шықса, бала бүлінді деген сөз. Жазып алыңыздар. Космос, мулька, FND, Джефф, коктейль, вин, лошадка, кислота, марафет, теряк, султыга, чек, соломка, химка, опилки, травка. Осыларды айтса жасөспірімді арнайы орталыққа апарған ләзім. Мұны мамандар айтты. Тағы бір кеңес, үйдегі ерке есірткіге құмартып кетпеді ме деген күмән туса, оның сөмкесін, үстелдің тартпасын, қоқыс қапшықтарын мұқият қарау керек. Дәрігерлер айтады, дозасын алған жасөспірімнің есірткі ораған заттарын алысқа апаруға ақылы жете қоймайды. Салдары не болады десеңіз, оған жауап бар. Жасөспірімдер бедеу немесе белсіз болады. Балалы болғанның өзінде шақалақтары жарымжан болып өмірге келеді. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы жуырда мынадай мәлімет таратты. Жер басып жүрген 7 миллиард адамның 210 миллионы үнемі психикалық белсенді заттарды тұтынады, яки есірткінің бір түрін. Есірткіге есі кеткендердің жасын естігенде тіптен естен тана жаздады. Халықаралық ұйымның ақпараты бойынша жасөспірімдер 9 жасынан бастап нашақор атанып жатыр екен қазір. Не болып кетті өзі? Балаларды бақылаудың тың тетігі бар ма? Құтқарудың амалы қалдым өзі. Еркін Сүйезұлы, апта бойы. Өкінішке орай қазіргі заманда нашақорлық туралы көп еститін болдық. Нашақорлық бұл қазіргі замандағы ең өзекті проблемалардың бірі. Есірткіні әдетте ғаламтор желісі арқылы немесе түнгі клубтарда сатады. Олар алғашқыда жасөспірімдерге тегін береді, кейін тәуелді болып қалған соң көп ақша ұсына бастайды. Сондықтан нашақорлар тонау, ұрлық деген қылмыстарға есірткінің дәмін бір етеді, бірі одан шығып кету онша емес. Есірткінің түбі өлімге әкеледі. Нашақорлық адамның есірткіге тәуелділігі. Нашақорлықтың адам өміріне тигізетін әсерін бәрімізге белгілі. Нашақорлыққа салынған адам өмірде көптеген қателіктер жасауы мүмкін. Яғни ұрлық, сондай-ақ бұзақылық жасауы мүмкін. Бұл індеттен шыға алмайды. Оған ата-анасы немесе нарколог мамандары көмектеседі. Қазіргі таңда нашақорлыққа салынған жастар өзі көмектеседі. Мен нашақорлыққа салынған жастарға айтарым: тез жолға жүрмей, сауатты өмір салтын ұстаңыз.